Қыздар, менің қателігімді ешқашан қайталамаңыздар. Таңертең жолдасымен баламды шығарып салдым да 5-ақ минут жата тұрайыншы, көзімді іле тұрайыншы деп, сол жатқаннан, представляете, 3 сағат ұйықтағам ғой. Сол ұйықтағаннан обедте бірақ тұрып, тез тұрып, массажистің келетін уақытысы болды. Кіші баламы массаж қабылдайын деп жатырмыз. Бізде осындай раздвижной столды алып, ашып қойып жатырмын. Түрімен мән бермеңіздер, обедке дейін ұйықтаған адамның түрі осындай болады. Күйеуім болған кезде, ой жан, көмектесші, ашылмай тұрмын деп айтатын едім. Қазір өзім деген 180 кәдімгідей жүгіріп жүрмін ғой. Тез астына қоятын жайлықтардың барлығын дайындап қойдым. Тәтеміз келіп массаж жасады. Ол кісіні шығарып салатын кезде шок болды ғой, біздің этажды көріп. Біздің этажда осындай 4 сосед тұрамыз. Әрқайсысына 3-4 баладан қараңыздаршы, кәдімгідей склад болып жатыр ғой. Қыздар, салақ қатын екен деп айтсаңыздар ренжімеймін, себебі біреуді көрсе көзіміз айтатын еді, ужас, мынау масқара болып жатыр депші. Тез кіргізіп алып, осылардың барлығын шешіп тастадым. Кәдімгідей 180 мен осылардың бәрін тазалап тастағансың ғой. Әшейін